Шолғыншылар осымен үшінші рет шолып өтті. Қашанғы тығылып жүреміз? Бері қара, Броган. Бүгінгі түннен соң жасырынбайтын боламыз. Осма сенің әйелің? Иә, менің әйелім. Үйде кім бастық екенін түсінікті болды. Кейбір адамдар тостақ жартылай бос деп айтады. Ал мен жартылай толы деп ойлайм. Қыздар, біз өз күшімізбен көтерілдік. Енді біз тек патшалық емес, үлкен әулетпіз. Бәріңе капкейк жетті ме? Капкейк. Жақсы, біз қаншама оғырды темір торға қамадық. Бірақ бүгін біреу қашып кетті. Мейлі, ештен кетпес. Ол үшін көңілімді түсірмейм. Ақыр заман орнаған жоқ қой. Тек бір қызық жайт бар. Ойлап қарасам, қашып кеткен жай оғыр емес, Шрек екен. Егер ол шыққанша Фионаны сүйсе, ақыр заманның көкесі сонда болады. Бәріміз құраймыз, патшалық жойылады. Бірақ, әлгінде айттым ғой, мен тостақ жартылай толы деп санайым. Айғайлайым деп тамағым кеуіп қалды. Су ішесіңдер ме, қыздар? Шөлдеге жоқсыздар ма? Таптаза мөлдір бұлақтың кәусар суы. Ішіңдер. Не, ешқайсың шөлдеген жоқсыңдар ма? Ендеше, әлгі оғырды қалай қолға түсіру керектігін маған кім айтады? Сен айт. Ұшатын сыпырғымен. Жоқ. Шоша қалпақ. Жоқ, сен айт. Мүмкін кәсіби жендет жолдау керек шығар. Жоқ. Уф. Ғафу өтінем, қайдан білейін. Негізі ойы дұрыс. Бауа! Маған басалғы шаңғыштау бәкел. Жақсы музыка жыртқышаңды да тыныштандырады дейді. Демек бізге кім керегін өзің білесің. Мұқият тыңдаңдар. Қиырдағы патшалықтан хабар келді. Стильскен бізге қарсы жорыққа өзі қолбасшылық етпек. Немені? Бұрын шықпаушы еді ғой. Неге? Шрек біздің кесіріміз дейді-ау деймін. Тыныш. Егер ол сайқымазақ мыстандардың апанынан шықса, оны ешкім де құтқара алмайды. Жоспар мынадай. Олар үйреншікті бағытпен жүрсе, түн жарымында өзен маңына жетеді. Біз жол бойында жасырынып, олардың келуін күтеміз. Олар алаңқайға жеткенде мен белгі берем. Сол кезде шабуылға шығамыз. Түтін сейілген сәтте. Тоқта, мынау не? Чимичанға дүңгіршегі ғой. Меніңше, оның еш керегі жоқ. Осыдан көрде тұр. Шайқастан кейін бәрің ашығып тамақ іздейсіңдер. Жарайды, арғарай айта бер. Жақсы. Әлгінде айтқанымдай, түтін сейіліп, Чимичанга желініп, Румпельстильцкин жеңіліп қашқанда, қиырдағы патшалық еркіндікке қол жеткізеді. Бізде. Жауынгерлерге айтыңдар, Румпель сарайдан шыққанда біз де жылжимыз. Достам, жағдай қиынды. Айтпа, оны қалай сүйем. Күн шыққанша үлгеру керек. Мен оны емес, шайқасты айтып тұрмын. Шайқас дейсің бе? Неге оған тура маған айтқаныңдай, оның параллельді әлемдегі ғашық екеніңді айтпадың? Олай болса, сен де өзіңнің Айдахардың күйеуі екеніңді. Сендердің жартылай есек, жартылай Айдахар балақайларың барын біліп жүр. Қой, рас па? Бәрін жайып салсам, мені ес алаң деп ойлап қалады ғой. Менің балаларым бар ма не? Фиона мені бір рет сүйді ғой. Енді тағы бір қайталап көрейік. Шрек, менің балаларымның тұяғы бар ма? Есек тыныш. Алло? Фиона? Сізге мұнда кіруге болмайды, сеньор. Масақ? Сен не қалжыңдап тұрсың ба? Маған тамақ бер, батылың жетсе. Масақ, саған не болған? Неге сонша семіріп, қолпырып кеткенсің? Біз таныспедік. Қалпағың қайда, белдігің қайда, етігің қайда? Мысықтың етігі болушы ма еді? Сен етік киген мысық емес педің? Бұрын болғам. Бірақ ол жастан өтіп кеттік қой. Қатты өзгеріп кетіпсің. Ей,
Мен аздап толған шығармын, бірақ қылышымды тастағаныма еш өкінбеймін. Енді қанша сүт ішсем де, қанша жерден тышқан жесем де өз еркім. Сосын алдайым. Қап, мен не бүлдіргем, мамық жануарға айналыпсың ғой. Күнін 2 рет жөнім тарайды. Әлі де кеш емес. Менің Фионаны сүюіме көмектесесің бе? Саған не керек? Мен әлгі... Мұнда не істеп жүрсің, а? Шайқасқа дайындалудың қаншалықты күрделі екенін түсінем. Жауынгер жинау, шабуылдау жоспары дегендей, сондықтан саған бірден алып келдім. Сыйлығымды қабыла. Ненің құрметіне? Оқас жоқ. Мұнда не бар екен? Жүйрік пішіндес шырышты ұлу қораба. Күлімсі иісті балауыз. Қазір оңтайлы уақыт емес. Мынау не? Купон? Не жазылған? Аяқ уқалау шипалы саз ваннасы. Тағы біреу бар екен. Тегін сүю деп жазылған. Кел, ерніңе сүйінші. Сенің не көздеп келгеніңді білмеймін. Қазір менің ойымда тек шайқас.